ресторандарда, демалыс орындарда кейбір жағдайларда жаңағы әкімшілік тарапынан депозит жүйесі енгізіліп жатады. Бұл депозит жүйесі дегеніміз, яғни сол ресторанды тұтынушы алдын ала, яғни тапсырыс берген жағдайда шамамен қандай сомаға, яғни тауар алатындығы, яғни тамақ алатындығы анықталады, сол бойынша депозит жіберіледі. Кейбір жағдайларда жаңағы ол сумаға жетпеген жаңағы тамақ ішкен жағдайда қалған сумасы қайтарылмай жатады. Енді бұл былайша айтқанда бұндай депозиттік жүйе бұл қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы болып табылады. Өйткені Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқықтарын қорғау заңының 28 бабының 1 тармағында нақты көрсетілген. Яғни тауарды сатушы, біздің жағдайда жаңа ресторан және демалыс орындарын айтып отырмыз ғой, бірақ олар тауар сатушы немесе қызмет көрсетуші деп екіге бөлінеді. Яғни олар заң талаптарына сай адамдарға қанша мөлшерде, яғни тауар алу және ол керексіз тауарды міндеттеуге құқықтары жоқ. Өйткені жаңа атап өткен Қазақстан Республикасының тұтынушылар және олардың құқықтарын қорғау туралы заңының 12 бабында тұтынушыға, яғни еркін түрде құқық берілген. Яғни кез келген тауарды өзінің қажеттілігінен аспайтын тауарды алуға, яғни тауарды таңдау еріктілігі нақты белгіленіп тұр.